Telefonlarınız kızып, жай жұмыс істей ме? Телефондарыңыздың қызымай, дұрыс жұмыс жасау үшін менің атымнан бірме-бір қайталаңыздар. Настройкаға кіресіз, настройкада о телефоны деген жерге кіріп, MIUI версия дегенде тез 10 рет басасыз. 10 рет басқаннан кейін мына жерде бізге астына выставили разработчикам деген жазу шығады. Телефонда назад басып, паске түсесіздер. Расширение настройка деген бөлімге кіресіз. Бірінші расширение память дегенге кіріп, мына жерде озуды қосып қоясыздар. Көбісінде бұл өшіруді болады. Біреулерде қосуды, біреулерде өшіруді болады. Бұл егер өшіруді болса қосасыз, қосқаннан кейін назад басып, для разработчиков дегенге кіреміз. Дәл осы жерден журнал буфер деген табамыз. Мінекей, буфер журнал дегенге кіріп, дәл осы жерден 250 ваттан 16-ға қоямыз. Яғни сіздің журналыңыздың объемын үлкейтеміз. Одан кейін трассировка система деген табамыз. Мінекей, трассировка система. Осы жерде мінекей, размер буфера для каждого процессора. Яғни сіздің процессорыңыздың объемы. Осыған кіресіздер, сіздерде 16-та тұрады. Осыны 65-ке қоясыз, болды, шығып кетесіздер. Одан кейін телефондарыңызды бір рет перезагрузка жасайсыз, телефоныңыз дұрыс жұмыс істеу үшін. Телефоныңыз перезагрузка жасағаннан кейін телефоныңыз қызымай дұрыс жұмыс жасайтын болады. Комментарийға не туралы тағы білгіңіз келетін комментарийға жазыңыздар, видеоға лайк, каналға подписка міндетті түрде достар.